Саламатсыздар ма студенттер, бүгінгі сіздермен өтілетін жаңа тақырыбымыз секіруді үйретудің әдістері мен техникасы. Жеңіл атлетика спорттың негізгі түрлерінің бірі болып саналады. Оның құрамында жүгіру, секіру, лақтыру және спорттық жүріс секілді жаттығулар кіреді. Осы түрлердің ішінде секіру жаттығулары адам ағзасының үйлесімділігін, жылдамдық, күш қасиеттерін, қозғалыс икемділігі мен екпінділігін дамытатын ерекше бағыт. Секіру тек спортта ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданылып табиғи қозғалыс. Ал спорттағы секіру жоғары нәтиже мен дәлдікті талап ететін техникалық, физикалық және психологиялық дайындықты қажет ететін жаттығу болып табылады. Секіру түрлеріне келетін болсақ, жеңіл атлетикада 4 негізгі секіру түрі бар. Ұзындыққа секіру, биіктікке секіру, үш қарып секіру, сырықпен секіру, яғни ұзындыққа бір орыннан емес жүгіріп келіп секіру. Әр секіру түрінің өзіне тән техникасы мен үйрету әдістері бар. Бірақ олардың барлығы келесі ортақ кезеңдерге бөлінеді. Яғни секірудің негізгі фазалары, жалпы техникаларына келетін болсақ, жүгіріп келу, яғни спортшы қажетті жылдамдық пен қарқын жинайды. Жүгіріс бір қалыпты соңында үдей түседі. Қозғалыс бағыты мен дене қалпы серпіліске дайын болатындай болу қажет. Келесі бізде серпіліс, яғни спортшы тірек аяғымен жерді серпіп, дененің жоғары немесе алға бағыттайды. Қысқа уақыт ішінде жарылыс күшін қолдану маңызды. Келесі итерілудің бұрышы, күштілігі, дәлдігі секірудің нәтижесіне тікелей әсер етеді. Келесі бізде ұшу фазасы. Яғни бұл кезеңде спортшы денесін белгілі бір бағытта ұстап, тепе-теңдікті сақтап тұрады. Аяқ-қолдың орналасуы мен қимылдары техникаға сай болуы керек. Мысалы, ұзындыққа секіруде топталуы, иілуі әдісі қолданылады. Келесі бізде қону. Жарақат алмау үшін техникамен орындалуы тиіс. Тізе сәл бүгіліп, екі аяқ бірдей жерге тиюі шарт. Ұзындыққа секіруде алға қарай құламау үшін қолдар артқа сермеледі, ал биіктікке секіруде арқамен матқа түсуі қажет болып табылады. Ұзындыққа секіру, яғни техникасы 30-40 метрден жүгіріп келу, бір аяқпен серпілу, ұшу кезінде ілгіш, қадам, топталып секіру тәсілдерін қолданылады. Екі аяқпен жерге қону, қолдар артқа сермеледі. Оқыту әдістемесіне келетін болсақ, жүгіріп келуді үйрету, яғни белгіленген сызыққа дәл келу. Екіншісіне бір аяқпен серпілуі жаттығуларын жасау керек болып табылады. Келесі, ұшу кезінде тепе-теңдікті сақтау, жерге жаттығу орындыққа отыру, секірусіз қимылдар жасау. Келесі, қону техникасын үйрету, яғни жұмсақ төсенішке секіру керек болып табылады. Кешенді жаттығу, толық қозғалысты орындау, қателіктерді бейне талдау арқылы түзету. Жалпы оқыту әдістемесі, яғни осы арналған жаттығуларды жасау арқылы осындай ұзындыққа секіруді үйренуге болады. Келесі бізде биіктікте секіру. Техникасына келетін болсақ, жүгіріп келіп доғал, яғни доға бойымен соңғы екі адым серпілуді дайындық жасау керек. Серпілудің ең кең таралған әдісі Фосбери флоп, бізде келесі арқамен матқа түсу болып табылады. Оқыту әдістемесіне келетін болсақ, жүгіру траекториясын жаттау, яғни доға бойымен жүгіру жаттығуын жасау. Соңғы екі қадамда ерекшелеу, яғни жаңа техникасын айтқандай, соңғы екі қадам бұл секіруші қадам болып табылады. Тік жоғары серпілу, яғни қорапқа секіру, орындыққа. Модульдеу, яғни құрғақ жаттығу, төсенішке секіру арқылы. Мақсатты бақылау, биіктік белгісін көзбен бақылау,
бізде келесі вариативті жаттығулар, яғни серпіліс бұрышын өзгерту арқылы жасауға болады. Үшқарып секіру техникасына келетін болсақ, бір аяқпен серпілу, сол аяққа қону, басқа аяққа қону, яғни екі аяқпен аяқтау. Ритм мен тепе-теңдік маңызды болып табылады. Техникасына келетін болсақ, әр кезеңді бөлек үйрету, яғни топтап жаттығу. Мысалы, тек алғашқы екі қозғалысты жасап үйретуіміз керек. Келесі белге қойып, адам ұзындығын бақылау. Белгі қою арқылы, яғни әр жаттығу кезінде көрсетіп отыруымыз керек. Арнайы жаттығуларына келетін болсақ, бір аяқпен бірнеше рет секіру, қадам жиілігін арттыру. Бұл жерде бір айтарып өтетін нәрсе, үш қарып секіруден Қазақстаннан секіру бойынша алғашқы олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова деген спортшы қызымыз Лондон олимпиадасында 2012 жылы үш қарып секіру бойынша олимпиада чемпионы атанған, және 2016 жылы Рио-де-Жанейро олимпиадасында қола медальмен жеңіске жеткен болатын, дәл осы үш қарып секіру бойынша. Келесі бізде сырықпен секіру техникасына келетін болсақ, жүгіріп келіп сырықты жерге тіреу, денені жоғары көтеру, арқамен өтуді орындау. Бұл жалпы техникасы. Бұл секіру техникасы күрделі құралмен жұмыс істеуді талап етеді. Оқыту әдістемесіне келетін болсақ, сырықпен жүгіру машығы, яғни бірінші келген балаларға сырықпен жүгіру машығын үйретуіміз керек болып табылады. Келесі қолды дұрыс орналастыру, яғни секіру барысында, яғни екі қолды бірінің ұшына, екіншісінің ортасына қарай қою керек болып табылады. Келесі сырықты итеріп денені итеру, яғни сіз қолды дұрыс орналастырсаңыз, сырықты дұрыс итере алып, денені ары қарай көтеріп алып кете аласыз. Суыру жаттығулар, яғни сырттай модулі, яғни сол суыру арқылы, яғни жоғарыдан қалай өту, өзінің таяқшасы болады, содан өту техникаларын жасату, және қонуды игеру, яғни арқамен арнайы матқа түсу, секіріп таяқшадан өтіп болғаннан кейін дененің артын, яғни арқаны матқа дұрыстап түсуді үйретуіміз керек болып табылады. Жалпы әдістемелік қағидалары жаттығулардың жүйелігі мен оқыту қарапайымнан күрделі қарай жүзеге асады. Қауіпсіздік техникасы жаттығу алаңы, құрал-саймандар тексеріліп, дұрыс орналасу қажет. Жас ерекшеліктерін ескеру, балалар мен ересектерге әртүрлі жүктеме беріледі, яғни беріліп отыру керек. Көру арқылы үйрету, яғни бейне талдау, айна үлгі көрсету үйрету жылдамдатады. Жаттығуды түрлендіру, яғни қызығушылығын арттыру үшін ойын элементтері мен эстафета қозғалыстары керек болып табылады. Қорытындылай келетін болсақ, бүгінгі сабақта секіру жаттығулары спортшының физикалық және техникалық мүмкіндіктерін дамыту тиімді құралы. Бұл жаттығуларды үйрету жүйелілік пен әдістемелік дәлдікті қажет етеді. Әр секіру түрінің өзіндік ерекшеліктерін, техникасын, қателіктерін ескере отырып жұмыс істеу жаттықтырушының басты міндеті. Дұрыс ұйымдастырылған жаттығу процесі ғана жоғары нәтиже жеткізеді. Бұл да олимпиадалық ойындарының ішіне енген спорт түрлері барлығы. Әрине секіру, бұл әрине шапшаңдықты, жылдамдық, бүкіл секіру барысында жылдамдықты ала отырып секіруіміз керек болып табылады. Сол үшін секіру барысында секіру, яғни жылдамдықты және икемділікпен түсуді үйренуіміз керек. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.